Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге антуриум гүлінің қалай өзін сезініп жатқанымен бөліскім келіп жатыр. Және бұл гүлді қалай омолаживать етеміз, қалай көбейтеміз деген сұрақтарға жауап ретінде болсын. Осыдан 2 ай алдын мына сабағы, мен сіздерге суретін көрсететін боламын. Мына жерде сабағы ұзын болып өсіп кеткен болатын. Воздушный тамырлары көп болып, соны мен қырқып, стаканға суға салған болатынмын. Мына жерде осы екеуі, міне, осылай бірінің үстінде бірі тұрған болатын. Бірақ өте ұзақ тамырлады. Мына воздушный тамырлары үлкен тамыр болып өсті. Мына тамыр жіберді. Және де мына кішкентай жапырағында өсіріп жатыр. Тамырлатуға қойған кезде бұл жапырағы жоқ еді. Бірақ бұл тамырлатуға қойған кезде бір 3-4 жапырақ еді, жапырақтары сарғайып, осылай қурап жатыр. Қазір мен бұны, мына жапырағын алып тастап, мына жапырағы өте жақсы, осылай кесіп тастап, топыраққа отырғызатын боламын. Мұнаусында да өзгерістер жоқ емес, бар міне, бірақтан өте кішкентай, бірақ тамырлап, міне, тамырлары өсіп жатыр. Көрініп тұрса сіздерге. Егер қалай жасартамыз, қалай омолаживать етеміз деген сұрақтарға жауап ретінде болсын деп мен көрсетіп жатырмын. Мына кескен жеріме мен активированный угольді жабыстырған болатынмын. Көріп тұрсаңыздар, қап-қара. Бұл сабағын мен түбегейлі құртқан жоқпын, себебі мына балалары өзінің мына материнский аналық сабағында тұрса тез үлкейеді, сол себепті мына 2 баласы сол тұр. Және бұған бетіп қарасаңыздар, міне, бұл да өзінің жапырақтарын шығарып, міне, көбейіп жатыр. Міне, жапырағы шығып жатыр. Атросканы қалай отырғызғаным сіздерге қызық болса, соңына дейін видеоны қараңыздар. Мен горшокқа отырғызатын боламын, кішкентай горшокқа. Бұның түбіне мен керамзит салдым. Және мына гүлдерді қалай мен пересадка жасап отырғызғаным видеом бар. Оны мен описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жерден топырағын қалай дайындау керек деген видеоны көрсеңіздер болады. Осындай топырақты мен мынаған салып қойғанмын, осылардан артылып қалған. Мен қазір соған таққа отырғызатын боламын. Сол кездегі топырақтан артылып қалған болатын. Азалияның, орхидеяға арналған және мокс фагнум, солар перлит, барлығын араластырып мен дайындаған болатынмын. Оны описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Жапырағын алып тастаймын, сындырып. Мына жерден өзі жапырақ шығып жатыр екен. Тек қана мына жерге дейін ғана көмемін. Мына екеуін бірге отырғызамын. Мінекей осылай отырғызылды. Осылай отырғызды. Енді бұған қазір су құямын. Точка ростасын көміп тастаған жоқпын, қарасаңыздар. Қазір топырағы түбіне сәл отырып, азайып кетсе, мен кішкене топырақ қосамын. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер қалай күтім жасайсыздар, төменге комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.